Сәлем баршаға, сіздермен Алтынай. Менің каналыма қош келіпсіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін біз осылай ұнды мәнісін жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен біз осылай еттерімізді жақсылап турап аламыз. Кубиктап тураймыз. Мына жерде қазы қостым. Өз қалауыңыз бойынша қоссаңыздар да болады, қазы қоспасаңыздар да болады. Мен қазы қосып жатырмын. Осылай қазыларды жасап турап аламыз. Мінекей қазымды турап алдым. Енді кішкене еттерді тураймын. Мінекей еттердің барлығын турап алдым осылай кубиктап. Енді келесі кезекте картошкаларымды тағы да осылай кубиктап турап аламын. Бұл тағамға негізі көптеген көкөністерді қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша дәміне қарай. Мен бұл жерде енді картошканы, пиязды, сәбізді және де болгарский, қызыл болгарскийді қостым. Жасылын да қоссаңыздар болады. Сосын кішкене корейский капуста қосып жібердім. Сосын азырақ чеснок қостым. Дәмі өте әдемі болсын деп. Егер тамақтарыңызға чеснок қосатын болсаңыздар, тамақтарыңыз керемет болып шығады. Картошкаларды турап болғаннан кейін осылай болгарский турап жатырмын. Бұны да тура солай кубиктап турайсыздар. Осыны турап болдым. Одан кейін сәбізді тура солай кубиктап турасаңыздар болады. Сосын осындай корейский капустаны да дәл осылай кубиктап турап шығасыздар. Soğunan piyazda turayımız. Piyazda kalağanlarınızda turasanızdır болады. Мінекей осылай барлығын турап алдық. Енді келесі кезекте біз майымызға етті қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған қазанымызға осылай бір пиалайдай майымызды құямыз. Яғни бір ожаудай май. Майымыз қыздау деген кезде ал енді
Осылай етімізді жақсылап қуырып аламыз. Етіміз біраз қуырылғаннан кейін пиязымызды кішкене қызартып тағы қуырып аламыз. Мінекей пиязымыз кішкене қызарып қуырылды. Одан кейін жаңағы турап алған салмаларымыздың барлығын саламыз. Чеснокты, болгарский, сәбіз, картошка, капуста. Барлығын жақсылап қуырамыз. Жақсылап барлығын қуырып аламыз. Одан кейін азырақ помидор. Яғни бір помидорды турай қуасыздар. Оны да сәл солай көбіктеп турайсыздар. Сосын азырақ томат салып жібересіздер. Осылай мінекей жақсылап қуырып, азырақ су құйып жібереміз. Мінекей. Бізге керек заттар су және де жұмыртқа. Ой, бисмилля. Одан кейін тұз салып жақсылап араластырамыз. Міне осылай жақсылап араластырып алып, одан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымызды салдық. Жақсылап қатты қамыр едейміз. Қамырымызды осылай жақсы қатты қылып илейтін боламыз. Мінекей осылай қатты қамыр илеп, кішкене 15 минутқа үйін қандырып, жайсақ керемет жайылады. Одан кейін қамырымызды осылай жайып, үстіне май құйып, майды тегістей жағып шығамыз. Май тегіс жағылғаннан кейін бұл қамыр піскенде мүлдем жабыспайтын болады. Осылай жақсылап тегістеп майды жағып, дәл еттің қамыры сияқты кесетін боламыз. Мүлдем қорықпаңыздар, қамырым жабысып қалады деп. Сіздер қамырға майды тегістей жағатын болсаңыздар, қамырларыңыз мүлдем жабыспайды. Мен осылай еттің қамыр сияқты кестім и осыларды кішкене майда қылдым.
дәл осылай майда етіп кесесіздер де мантаваркілеріңізге саласыз. Яғни мантаваркіні жақсылап, майлап астын. Одан кейін кішкене орналастырып қоямыз. Мүлдем қорықпаңыздар жабысып қалады деп. Кемінде 25-20 минутта пісіп шығады. Өте керемет болып шығады. Мінекей біздің қамырымыз дайын, өте керемет болып шықты. Қаншалықты жұқа жайсаңыздар, соншалықты өте әдемі болып шығады. Байқасаңыздар, менің қамырым мүлде жабысқан жоқ, өзі алынып жатыр. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Қамырымызды осылай дөңгелектеп орасаңыздар, тамақтың көркін ашады және де тәбеттеріңізді ашады. Өте керемет болып шығады. Жаңағы дайындалған салмамызды осылай ортасына салатын боламыз. Бұл салмада өте керемет болып шықты. Одан кейін бетіне сорпасын азырақ құйып жіберіңіздер. Мен видеода айтуды ұмытып кетіппін. Дәміне қарай приправалар және де тұз қоссаңыз жақсы. Мінекей менің кешкі тамағым дайын болды. Әсемдікке мен бетіне көк пияз, яғни көк пиязды жақсылап сеуіп шықтым. Мінекей менің бүгінгі кешкі тамағым дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Видео рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қолдап, пікіріңізді қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Бұл видео рецепті достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал назарларыңызға рахмет, ас болсын.